Бізге шабуыл жасаған жау бізді қумастан қалаға қарай бұрылды. Батальон қырдағы орманның ішінде жиналып отыр. Соларға жақындай бергенде Бозжанов: «Сізге бір сыр айтсам ұрыспайсыз ба?» деді. «Кейін болмаса әзір ұрыспаймын». «Жоқ, онда айтпаймын». «Ұрыспаймын, айта қойғын». «Не айтайын деп едіңіз?» «Мен финдермен соғысқа қатысқандардың біреуімін. Сол соғыста біздің көп командирлерден бекерден бекерге айырылған жағдайларымыз болды. Меніңше сіз бүгін орынсыздың орынсыз басыңызды қатерге тіктіңіз. Вы сегодня бравировали». «Қалайынша? Ал Краев пен Брудныйға ілеспегеніңіз дұрыс-ақ болсын. Филимоновтың соңынан жүру деген батальон командиріне келіспейтін ақ қылық». «Әй, сен маған ақыл айтатын менің әкімімбісің, әлде ағамбысың?» «Тұра тұрыңыз, ақсақал, жаңа ғана ұрыспаймын деп уәде беріп едіңіз ғой», деді ол күлімсіреп. «Ендеше айта бергін. Жаман айтпай жақсы жоқ дегендейін, жаңағы жерде бір қаңғыған оққа ұшсаңыз, мыналар сіздің төбеңізді көргеннен кейін сізді күтіп топтана жиналып отыр. Егер де жазатайым болғандай болса, батальонның басын қосу оңайға түспес еді. Жай жауынгер командир бар жерде қауіп аз деп ойлайды. Ал менің басымнан өткен тәжірибе: командирдің кетуі мен өлімі қиын жағдайда істі теріске айналдырып кетуі де мүмкін. Жауынгер командирге ерік беріп, оның соңынан ереді. Жауынгер қашқанда, қуғанда көзімен командирді іздейді, оның төбесін медет көреді. Ор жағалаған бірде болмаса бірде құлайды, сақтанған сақталады деген емес пе?» Мен Бозжановқа жауап қатқаным жоқ, бірақ оның сөзі мені көп ойға салды. Мынаның сөзі ойланатын нәрсе екен дедім де қойдым ішімнен. Біз орман ішінде отырмыз. Жаудың бір тобы біз тастап кеткен премхозға келіп тоқтады. Оның да діңкесі құрыған білем. Біздің соңымызға түскен жоқ. Соғыс дабылының сарынына, самолеттердің бет алысына қарағанда қала алынып, оның көршілес қыстақтарының маңында қызу ұрыс жүріп жатқанға ұқсайды. Рахимовтың айтуы бойынша, Шехтман полкының бізбен көршілес батальоны жақын арада орман ішінде жиналып, түскі тамаққа дайындалып жатқанға ұқсайды. Олардың төрт түлігі сай көрінеді. Бізде ішерге ас, тартарға темекі де жоқ. Жауынгерлер мүлгіп, ағаштарға сүйеніп отыр. «Енді не етпекпіз, жолдас комбат?» деп сұрады Рахимов. «Тағы да баяғыша өзіміздің дивизияға қарай тартып, үйірімізге қосылу керек. Жарақаттанғандарды қайтеміз? Оларды Бықи қыстағына жөнелту керек. Онда Шехтман полкының дәрігерлік пункті болуға тиіс. Мына қала арқылы жіберген жарақаттар өте алды ма екен?» «Ай, тәңірім-ай, солар өте алмады-ау. Неге десеңіз, оларды ертіп кеткен кісілердің бірде-бірі әлі қайта оралған жоқ», деді Киреев күрсініп. «Киреев, сіз жарақаттанғандардың қасына барып, комбаттың айтқанын орындаңыз», деді оған Рахимов қамыққан дауыспен. Киреев үн қатпай тұрып кетті. Біздер үндемей біраз отырдық. «Бәлкім дұшпан қаланы алғанша олар өтіп те кеткен болар, деді өзіне өзі төмен қарап жер шұқылап отырған Бозжанов. Содан кейін маған қарап, лейтенант Беляков пен Аалы Жиенішбаев қатты жарақаттанғандардың ішінде еді, деді. Мен үн қатпадым. Краев тықыршып отыра алмастан орнынан тұрып кетті. Сенченко маған бір пачка беломор мен 2 бөлек сухари ұсынды. «Қалғаны осы ма? Қоржын түбінде қалғаны осы ақ, жолдас комбат». Алғандарымды қолыма біраз ұстап отырдым да
алаңға қарай лақтырып тастадым. «Встать, строиться!» деп команда бердім. Роталар сапқа тұрды. «Шагом марш!» деп артыма бұрылмастан сап алдына түсіп жүріп кеттім. «Жолдас комбат, ешкім бұрылмады», деді қуанған дауыспен мені қуып жетіп Бозжанов. «Не айтып келесің тағы да? Әлгі папирос пен сухариларға ешкім бұрылмады. Сен соларды қарауылдап қалап па едің?» «Жоқ, қатарда келе жатып, көзімнің қырын сала жүрдім». Бозжановтың бұл хабары менің ойымды орнына салғандай болды. Біздің қызыл әскердің мықты белағаш тіреуі адамгершілік сезім билеген тәртіп. Тәртіпсіз ер болмайды. Жер жүректі жауынгерлердің басын біріктіріп, бірін мың үшін, мыңын бір үшін тар қысылтаяң соғыс жағдайында отқа да, суға да, аштыққа да, соғыстың қауіпті жағдайына да, жорықтың қиыншылықтарына да әдеттене алмайды. Бірақ борышын атқару үшін оған көнеді. Тапшылыққа көне білген жоқшылыққа да көнеді деген рас екен-ау деп ойладым. Бұларға көндіретін күш тәртіптілік. Көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра дегендейін. Кейінгі аз күндердің ішінде біз көпті көрдік. Талай қиыншылықтарды бастан өткіздік. Батальонның тобы бұзылған жоқ. Жауынгерлер шыдамдылық, табандылық көрсетті. Мен олардың командирімін. Мен жаңағы Бозжанов айтқан кішкентай, сырттан қарағанда болар-болмас фактіге өте қуандым. Тыныққандай, бойыма күш пайда болды. Аяғым жеңілденді. Сенімім бұрынғыдан да нығайды. Бойым сергектеніп, адымым ұзарғандай болды. Капитан Булатов. Кеш батардың алдында қарсы алдымыздан 2 салт атты шықты. Оның бірі Шехтман полкының штаб бастығының орынбасары, көк көз, арық сұңғақ бойлы, сары жігіт лейтенант Блинов екен. Ондай орындағыларды қысқарта помощник начальника штаба деудің орнына ПНШ деп атайтынбыз. Блинов біздің дивизияның штаб начальнигінің бұйрығы бойынша біздің батальон Шехтман полкының қарамағына өтіп, бұдан былай Шехтманға бағынып, соның бұйрық жарлықтарын орындау жағын хабарлағалы келген екен. Одан соң ол полк командирінің бұйрығын карта бойынша баяндады. Сұрастыра келсек, Блиновтың жалпы жағдайдан хабары аз көрінді. Полк командиріне айта барыңыз дедім мен оған ол аттанар алдында. Ол кісінің бұйрығын біз орындаймыз. Біз азық-түлік жағынан өте мұқтаж халдеміз. Оқтарымыз да, қорамсақтарымыз да орталанып қалды. Қойшыны жұмсағанда да қарнын тойдырып, саймандарын түзеп жұмсайды ғой. Бізді қамтамасыз етсін. Екінші айтарым, бүгін күн бойы бізге жәрдемдерің тиместен біздің денемізді қалқандап, бір оқ атпай шегіндіңдер. Ал енді болса біздің ашық далалы жерге жұмсап, өздерің орман ішіне паналап отырсыздар. Жолдас комбат, оның несін маған айтасыз? Айтып барыңыз менің сөздерімді полк командиріне. Сіз оның сөзін маған айтып келдіңіз ғой. Батальон 23 октябрьден бері мандыртып демалып ұйықтаған жоқ. Кешелі бері нәр татқан жоқ. Титықтап келеміз. Ешкімнен әдеп сақтап жасырар жайым жоқ. Айтып барайын, жолдас комбат, барайын, деді ұяла қызарып Блинов. Командирлерді ертіп болашақ позициямызға бардық. Қаланың шығыс жағы, Бықи қыстағына дейін ап-ашық дөңдеу келген жер екен. Дөң ортасын бір саяздау сай қақ бөліпті. Сай табанында ағып жатқан бұлақтың жағасы қалың біткен тал, шыбықтар адам бойынан биік емес. Сайдың сол жағасындағы дөң оң жағасындағыдан биіктеу. Қала мен Бықидың арасында аңырап жатқан кең қара жол
дөңнің үстін баса өтеді. Оң жақтағы орман шетінен тағы бір қара жол дөңді бауырлай барып бықиға қарата жосылып жатыр. Екі жолдың да сайдан өте берісінде көпірлер бар. Демек біздің маңдай алды міндетіміз осы ашық далада екі жол мен екі көпірді мықтап ұстау болды. Кімге де болса түсінікті, рота командирлері тиісті бұйрықты алып, топтарын жаңа орында бекініс жасатуға ертіп кетті. Рахимов біздің тоқтамды шешімімізді дұрыстап схемаға түсіріп, полк командирінің атына ақпар жазды. Оны көріп шығып мен қол қойдым да алға кеттім. Қараңғы түн, аспан бұлтсыз, үстіміздегі күмбез меруерттей жылтырай жыпықтап тұрған жұлдыздар шоғы. Мен алдағы шепті аралап келемін. Жауынгерлер жаурындай кішкене қалақтарымен жердің қыртысын аударып, ор қазып жатыр. Қимылдары сылбың, өте шабан. Жігіттер өте шаршады. Жолдас комбат, қалай үлгереміз, қайдам, деп күрсінді Краев. Дастарханның бетіндей ашық жерде пана болар еш нәрсе жоқ қой. Асықпай қаза беріңдер, басқа не лаж бар. Мүмкін бір нәрсе жіберсе нәрленерсіңдер, дедім мен оған. Штабқа қайтып келдім. Сайдың бір жағасына жігіттер күркеше тұрғызып қойған екен. Ішіне енсем шөпті қалың төсеп қойыпты. Отырып түнгі әрекетті біраз әңгімелеп болған соң мен жантайып жаттым. Күрке сыртында аттар құрғақ пішенді күрсілдете жеп тұр. Күрт-күрт жүгеннің ауыздығын сылдыратып, бастарын бір көтеріп алып, аттар қайтадан пішенді күрт-күрт жеп тұр. Мен күркенің ішінде тыңдап жатырмын. Бала кезімде кешкі тамақтан кейін үйден ұрланып шығып, атқораға барып, ақырдың алдында байлаулы тұрған аттарға байлаулы жоңышқалар салып, өзім бір бұрыштағы шөп үстінде жантая жатып, аттардың жоңышқаны күртілдетіп жегенін тыңдауды жақсы көруші едім. Сол шағым есіме түсті. Өзім күркедемін, ойым баяғы замандағы ауылда. Уақыт 11-ден асып барады, жолдас комбат. Әлі тамақтан хабар жоқ. Жігіттер бүгін де аш жататын болдау, деді қинала Рахимов. Жолда қазақ әңгімемен қысқартушы еді. Ашаршылық жылы біреу. Аштықты да қызық әңгіме үстінде елемеуге болады екен, деп еді. Соның сонысы рас қой деймін, Хаби. Рас болуы керек, жолдас комбат. Татарлардың беляши деген тамағы болады ғой. Майда тураған етті қамырға орап, майға пісіреді. Я, майға пісіреді. Әсіресе оны ыстықтай ерінді күйдіре жеген қандай рақат. Қазір бізге суыған беляши берсе, екеуміз оған таласып қалар едік. Таласпай-ақ тең бөліп жер едік. Таласатын да, бөлісетін де еш нәрсе болмай тұр ғой. Ал не айтайын деп едіңіз, жолдас комбат? Сол беляшидің дәмін мен 19 жасымда бірінші рет татып едім. Степанов, әлі ұйықтаған жоқсыз ба? Деді Рахимов. Жоқ, сергек отырмын, деп жауап қатты Степанов күрке сыртынан. Онда біраз ұйықтап алыңыз. Біз комбат екеуміз беляши мен беспармаққа тойған кезде сізді бірақ оятармыз. Жарайды, жолдас лейтенант, ұйықтасам біраз ұйықтап алайын. Маған аз да болса сарқыт қалдырарсыздар, деп Степановтың мырс етіп күлгені естілді. Бастаңыз әңгімеңізді, жолдас комбат. Өткен кеткенді қозғап қайтеміз, Хаби. Командирлерді қай уақытқа шақырып қойып едіңіз? Олар келгенше 2 сағаттай уақыт бар. Бәрібір солар келгенше отыруымыз керек қой. Әңгімеңізді айтыңыз, жолдас комбат. Айтсам айтайын,
Ол кезде өзіміздің ауданда аудандық аткомның секретары болып істейтінмін. Ауданның орталығында мал дәрігерлік пункті бар болатын. Мал дәрігеріміз іркілдеген семіз, қасқа бас, орта бойлы Леонтьев Тимофей Васильевич деген егде тартқан кісі еді. Біздің фельдшер Киреевті көрген сайын Леонтьев есіме түседі. Екеуін қатар қойсаң, ұқсастығы сондай, бір туған аға мен іні сияқты боп көрінер еді. Жексенбі күні осы уақытқа дейін аудан орталығында базар болады. Бір базарлы күні кеңсеге әкем келіп, мал докторының алдына барып тұршы қарағым, онда бір шаруам бар еді деді де шығып кетті. Қағаздарымды жайғастырып мал дәрігерлік пунктке бардым. Леонтьевтің қорасы кең еді. Қора толған мал. Біреулері түйе, біреулері ірі қара, біреулері жылқы алып келген қазақтар кезегін күтіп тұр. Леонтьев жәрдемшісімен екеуі қораның ортасында кезегімен ауру малдарды қарап, дәрілеп, дәрмектеп, мал иелеріне ымдаумен, шала-шарпы қазақсымақ тілмен сөйлесіп, кеңесін айтқансиды. Бір түйелі қазақ олардың сөзіне түсіне қоймады. Мен жақындай барып, тілмаш бола қойдым. Бір кезде менің әкем торы төбел дөненді жетектеп қораға ене бергенде тұрған қазақтар «Ассалаумағалейкум момеке» десіп сәлем беріп, ол кісінің жасын сыйлап, кезексіз апарыңыз атыңызды, көрсетіңіз, біз тұра тұралық деп шуылдасты. Әкем артқы аяғын сүйрете басқан торы төбелді жетелеп Леонтьевтің қасына келді. Леонтьев ала көзімен қарап, әкемнің кезексіздігін жақтырмады білем. Аттың аяғына бір қарады да, сенікі алаша жаман, аяқ совсем жаман деп қолын сілтеді әкеме. Жаман алаша, жаман, бұл кәпір бір нәрсе дәметіп тұрған болар деп, әкем қалтасына қолын салып ақша шығара бергенде, Леонтьев ашуланып, «Скажи этому Акмаку, чтобы он своего коня на махан пустил» дегені. Әкем ешкімге үн қатпастан атын жетелеп қорадан шығып кетті. Қаба сақал, орта бойлы, дембелше бір қазақ ұстап тұрған сыңар мүйіз қара сиырының ноқтасын біреуге ұстата салып, Леонтьевтің қасына жетіп барып, «Тыбая жаман локтор, маяк карашай старик, пашиму сен аяқ қарамайды» деп араға түсе кетті. 2 айдай мен ауылға барғаным жоқ, әкем де келіп маған жолыққан жоқ. Бір базар күні біздің ауылдың бір жігіті келіп, «Сені момекең шақырып жатыр, мал докторына келсін» деді, деп шығып кетті. Өткен жанжал есіме түсіп, қынжыла, қаймыға, ұяла қызара Леонтьевтің қорасына бардым. Бұрынғыдай қора толған мал алып келген қазақтар. Олардың арасында әкем көрінбейді. Біраз күтіп тұрдым. Бір уақытта торы төбелге мініп, әкем қораға шауып кірді де, ай-шайға қарамастан, атын ойнақтатып мал қарап тұрған Леонтьевтің алдына барып, тізгінін бірақ ірікті. Елдің барлығы және мен де таңғала қарап қалдық. Леонтьев жұмысын тоқтатып тұрып қалды. Әкем қораның топырағын бұрқылдата Леонтьевті айнала біресе желе жортып, біресе кәдімгідей шапқылап шыр көбелек айналды. Бір кезде алыстаңқырап барып, аттың басын шұғыл бұрып қайтарды да Леонтьевке қарай шаба ұмтылды. Доктор сескене қаймығып 2-3 адым шегінбегенде ат омырауымен қағып кететін түрі бар. Тізгін тартып тоқтатты да
ойнақтап тұрған аттың үстіне қамшымен нұсқап маған: «Әй, тілмаш бала, скажи этому дураку, что его самого надо пускать на махан», деп орысшалап атын тақымдап, ат байлағыш желіден ырғып, көшеге қарай шаба жөнелді. Тұрған ел қыран күлкі. Мен төмен қарап кеңсеме кеттім. 2-3 сағаттан кейін кеңсеге Леонтьев келді. «Әкең қайда? Мен шалдың алдында қатты кінәлі екенмін. Үйге шақырып кешірім сұрамақпын. Сіз, жігітім, маған көмектесіңіз», деді егде тартқан дәрігер. Әкем өзінің құрбыларымен базар ортасындағы бір шайханада қымыз ішіп отыр екен. Леонтьевтің үйіне барғысы келмеп еді. Оған жасы үлкендеу бір шал: «Момыш, алдыңа келсе, әкеңнің құнын кеш» деген бар. «Барғын, докторда иман бар екен. Алдыңа айыбын мойындап ұялғанынан келіп тұр ғой» деген соң, қасындағы 2 шалды ертіп әкем бізбен ілесті. Келсек, Леонтьевтің өзінен де семіз, шикі сары, ашық мінез, жайдары бәйбішесі қораның көлеңкесіне киіз төсеп қойған екен. Үлкен сары самауыр гүжілдеп қайнап тұр. Біз отырғаннан кейін қазақша дастарқан жайылып, тамақтар келе бастады. Тамақ шай үстінде доктор әкемнен кешірім сұрады. Екеуі қол алысып татуласты. Әңгіме басталды. Мен орталарында тілмаш болып отырып, дастарқан үстіндегі беляшиді тойғанша жедім. 2 шалдың шоқысып қалып келіскені қызық екен. Дәрігер жақсы, тура дәрігер екен. «А беляши еще лучше», деп орысшалап Рахимов қарқ-қарқ күлді де: «Ал әкеңіз торы төбелді қалай емдепті?» деп сұрады. Бұрынғы қазақтардың өмірі ылғи малмен байланысты болған ғой. Малды емдеу жағына тәжірибесі мол халықтардың бірі осы біздің қазақ болар. Біздің елде мал хирургын оташы деп атайды. Ота деген түбірінен шығуы керек. Ота, кес, жой деген мағынада. Әкем тартылып қалған сіңірдің айналасындағы ісікті кесіп, аттың жарасына дәрі шөптер таңып, торы төбелді емдеп жазыпты. Кейіннен Леонтьев әкемнен және басқа біздің оташылардан көп нәрселерді сұрап алып жүретін.